Понимаешь, родной? Сидишь? Чем прожить с нелюбимым 1000 дней, лучше прожить 1 день с любимым. Базажу, родной, мудрый слова. Астынан бір екі қасқа шығып кетіп, бізді жеп кетпейсің, родной. Ты меня простишь? Қалай простишь, родной? Сен мен үшін Да. қашып кетіп тұрсың әлі. Да, все ради тебя. Кетші қуасың ба, родной? Не, саған байға шығу не, ойыншық па не? А? Не, байға шығу саған не, базардан соткаға чуху алған сияқты ма не? Ұнамай қалса басқасына ауыстыра салатын, родной? Ты меня любишь или нет? Бүгін шығып атсың ғой байға, родной. Хотя бір ай шыдамайсыңмыш. Потом что? Ары қарай үйреніп кетесің, родной. Болды, все, сен мені ұмыт, сен басқа біреуге байға шығып кеттің, родной. Короче, Данияр, выбирай. Либо мы уходим вместе, либо я ухожу одна. Короче, все с тобой понятно. Тоқтайш. Екі қасқыр жеп қоярсың. Знаешь, родной, қасқырға кәдімгі коллективпен жүр. И что теперь будем делать? Бүйтеміз, родной. Сен былай қарай бас. Отлично. Мен қатты жүгіремін ғой, родной, саған жетіп аламын, давай баса бер нахуй. Тұр давай жұмысты, не жатсың ау? Қолымызда таттым мен, серуендеп түнге алматтым мен. Сен салған әнді ұнаттым мен, сенің салған әніңмен. Қолымызда таттым. Тұр давай жұмысты, не жатсың ау? Жұмыстай ұйықтап атқаныз? Ұшып кеттім ақыл. Тал ұйықтап атсың сен деген тұрсыз шамалы. Сөйлеп жатырмын, не деп жатырмын? Родной деп атсың ғой, брат. Өші. Көрсек Айгүл-Майгүлді айтамыз сен. Сен андай емессің ба? Қолына шақпы. Қақтан айтқан. Естейші, танысы имамдар бар ғой. Әңгі жыртасың ақылды. Базар жоқ. Ақыл. Сен осы бар ғой. Мужской ретінде айтшы маған ше. Шын махаббат дейтін понятие сенесің бе жалпы? Қой, білмеймін мен. Алып башқам ғой қатынды. Базар жоқ. Жартасың сен әңгіні бар ғой. Осы сен бар ғой. Неге аққыл дейді осы? Зрениесі нашар біреу айтқан жоқ ба? Қой, кетеші, мен көңілім ақ қой. Базар жоқ, аққыл жартасың сен әңгіні. Базар жоқ. Жаңа мысық қоған ғой прикинь. Давай, тұрем, мәшеге жатыр. Жұмысың түссе, давай. Мына же ұйықтауға бар ғой, деріске екен бар ғой. Давай, жұмыс істе. Ақыл. Не болды, брат? Машинаға, именно мына машинаға. Колонканы сен салсыш. Неге? Бывший ғой, соған колонканы сен салсыш. Кетеші, сен бывшийіңе қалай салам колонканы? Өзің салып үйренген шығарсың еще. Может, родной. Брат, сен смену ғой істесе өзің. Давай, сулифа ойнайық, давай. Кім ұтылады, сол қияқ. Давай, кет. Сулифа. Привет. Қолымызда таттым аттым мен, серуендеп түнге алматтым мен. Сен салған әнді ұнаттым мен, сенің салған әніңмен. Қолымызда таттым аттым. Как ты? Дерзкий бәрі. Кайф. Ты еще не умеешь врать. Конечно, сен сияқты емессің ғой, мен сен сияқты алда алмаймын мен. Не, Данияр, я тебе не врала, ты об этом знаешь. Просто так надо было, понимаешь? Қалай сонда енді? Слушай, просто моя мама когда-то вышла замуж за такого, как ты, понимаешь? И она всю жизнь об этом жалеет. Я ей все объяснила, как я тебя люблю, как я к тебе отношусь, но она меня не простит, если я за тебя выйду. Базар жоқ, родной.
Аман болшы, аман жол. Базар жоқ, шумысы әлде қандай болып жүрміз. Надо будет бар ғой, осы сақаттағы любой сындырып алармын ғой. Надо будет бар ғой. Любой ғой, любой. Бензин бар ма? Бітіп қалды, родной, жарты сағаттан кейін дайын болады. Қандай бақыт сені сүю Қандай бақыт сені сүю Қандай бақыт сені сүю Қандай бақыт сені сүю Бензин бар ма? Бензин жоқ, жарты сағаттан кейін шамалдан кейін дайын болады. Сіз дайындап қойыңыз. Іште сізден басқа нормальный адамдар бар ма өзі? Нормальный адам қалған жоқ қой қазір. Бәрі тикток түсіріп кетті ғой. Ха-ха, прикол күшті айтады екенсің. Вайн түсірмейсің ба? Күш байыңыз. Нормальный адамдар керек шығар. Сенімен сөйлесіп тұрған мен ақымақ бар ғой. Мойындасаң болар әйтеуір. Көбісі мойындамайды ғой ақымақ екен. Сен одан да жұмысыңды жасашы, тоже мне умный шутс. Арнас неме? Атың не сен? Армандапсың. Атың мус қой екенш. Придурок. Жақсы сап құтты да. Қашалу ақ құтты. Базар жоқ. Жодан? Ішіне нормальный ақша бар екен, родной. Исіміз? Қой тасташ, қуасыңыз. Ұрлық біздің тема емес, родной. Бере саламыз біздің үш. Мен мұнда кошелек бар көп еді, көрген жоқсың. Кошелек? Иә. Міне о, родной ма? Осы ма? Иә, осы. Базар жоқ. От души қош. Атың армандапсың емес, сымбат екен ғой, я. Қандай бақыт сені сүю 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 Қандай бақыт Базар. Не қарапсың, бізге де айтшы, тауып берейікші подсказка беріп. Тағы да сен ба? Жоқ, мен емес, Мақпал дейтін апашқа ғой. Әзілге жат бапсың. Сол, тұру керек, 1,5 жылдай болған болар, әзілдің жатқанына. Сенмен сөйлесіп тұрған мен ақымақ. Айттым ғой, ақымақ деп оны қайта афиша қыла береміз, білдік қой ақымақ мен. Сен іш-піш демей бірінші нормально сөйлеп үйрену алшы, еще қызға әңгіме айтқың келеді. Мен туғаннан бастап сондаймын, стаканса сондай. Қыз үшін өзгермеймін мен, атак бар ғой. Күлкімді келтірмеші, пожалуйста. Келтіртмесе соны шақырып, былай көресің, от душыңнан. Жарайды, болды. Сенмен сөйлесіп тұратын уақыт жоқ. Бара берші, бойфренд. Рахмет, не вот бойфренд, мойфренд дейді, андай головойский әңгімеңді айтпыш маған. Қазір қазақша өйренші, жоғың болсын деп. Жарайды. Сау болшы бар. Не сатып алған, купуға сатып алсын. Қандай бақыт сені сүю Қандай бақыт сені сүю Қандай бақыт сені сүю Ақыл, бүгін вообще машина жоқ қой, Бұл бизнесменде адам келмейді ғой, вообще, үнем осы. Соны айтамын. Вообще болмай қалды. Міне машина келатыр ғой. Мынау бар ғой, алдында қыз ғой, мына алдында қыз. Мына қыз бар ғой, жер бетінде жалғыз заправка бар, тек осы деп ойлайтын сияқты ғой. Или маған басы кетіп қалды. Қойыш. Мен саған айтайын бар ғой. Қой. Басы кетіп қалды, ма айтайын. Қалай жағдай, родной? Қалай кешеге сақындап қайттың ба? Рахмет, от души, басым жумап едім, жуып бердің ғой. Придурок.
Чодан. Анаң явно бас кетіп қалды, мен саған айтайын, мына стоппудо. Айтты заправка келе бермейді ғой. Машинасы әдемі екен. Яны тұрып қалды ғой. Не болды екен анаш? Не болған дейсің ғой, дальше не болатыны қызық болып тұр ғой, дальше. Мен арш, машина сыртында жүр, ана бірдеңе түсінетін адамса қарап жүр. Баршы көмектесе. Көмектеспеші, өзің көмектесіп барыпшы. Мен қақтың бүтсін, мен қақпаймын ол машинаны. Тек бір-ақ қызды қаққам, одан кейін вообще жола алмайсың ғой қызға. Барсай, брат, анау. Что-то бұзылып қалды анау, брат. Менен басқа вариант болмай тұр да мына жерде да. Кім қақпайсың, серьезно сен де? Серьезно, брат, бар, қарап. Неден болды келші? Явно 3000 теңге аламын анадан. Что там? Неден болған екен? Бірдеңе түсінет адам құсап шұқылап атсың ғой. Байтырай, настаны. Неден болған екен? Надан болған десе сен түсінесің ғой, түсінбейсің ғой. Қалқиып тұрсың ғой сыртынан. Мына аккумулятордың плюс жағы шығып кеткен ғой, тек мына құлағынан. Орнатып қойдым сыртынан қатайтып. Сосын бар ғой, мен айтайын саған бар ғой. Мотор бар ғой. Жанынан бар ғой, майдың ізі шығып тұр, көріпсің бән ана. Сен ананың прокладкасын ауыстыру керек. Менде бар қазір. Ондай емес. Эстоға барасың, прокладкасын ауыстырайын деп едім десең, өзі ауыстырып береді. Болды все. От души сенен 500 теңге болыпты. Қазір беремін сен куда. Ойнап айтамын. Соған шай алып шеш болды. Елеміз қолымызда тәтті латтым мен, серуендеп тыңға алматтым мен. Сен салған әнді ұнаттым мен, сенің салған әніңді мен. Қолымызда тәтті латтым мен, серуендеп тыңға алматтым мен. Сен салған әнді ұнаттым мен, сенің салған әніңді мен. Қолымызда тәтті Тағы да сенмеш. Жоқ, бұл жолы мен емес. Базар, памятіңе базар жоқ мен. Мақпал апай дейсің ғой. Қайда шықты? Адам жұмыстан қайыққа шығады, үй жаққа ғой. Паркке қыдыруға кетіп бара жатыр дейсің беш. Мүмкін отырарсың, мен сен жеткізіп тастайын. Қойш, сен машинаға мініп голубой дейсің беш. Сен ойынша сонда голубой деген олардың бер. Голубой деген сенің еркек вариантың ғой. Қойш, сен машинаға мінбеймін менші. Ете сен машинаға мінсем қазір үй жақта түсіп жатсам жолдасы балдар артын ашып келеді ғой, мен түспеймін. Маған жаяу жүрген ұнайды, осылай пешком айдап оймаймын үйге барамын. Жарайды. Не болып ярадың? Сізде маған да жаяу жүрген ұнайды. Сөйтсе өйтпейді, оқиды деп мен сындырып қансақпын да, походу да. Базар жоқ, радым. Мен атын айтпаштай, Данияр болады. Сымбат. Танимын, паспортынан көріп қоямын. Армандапсың деп басын айдап жатыр едім ғой. Қай жылғысың? 1900 жыланшы жылғым ғой, жыланшы. қолымызда тәтті латтым мен, серуендеп тыңға алматтым мен. Сен салған әнді ұнаттым мен, сенің салған әніңді мен. Қолымызда тәтті латтым мен, серуендеп тыңға алматтым мен. Родной. Сен дегенде қолында, басында осы ғой, родной. Болды. Нешеде? 8-де? Давай, родной. Айтқан сөзің мөлдіреген көзің ғой. Давай, родной. Хабарласамыз ғой, бұйырса. Давай. Что там, кездесетін болдың ма? Айттым ғой, ақыл, любой жерде, любой везде ғой. Маған сынбайтын қыз болмайды, сынатын қыз болады дейді ғой. Саған қайсың жүр, түр түсе түр, жағдайың жоқ вообще. Жүрек қой, родной. Қойшы. Жүрекпен алып кетесің да, любой жерде ше. Қазір бар ғой, қазір қыздарға мен айтайын саған байлық, тудейм керегі жоқ. Қазір душам ғой, короче. Сосын шамалы тиктокта 2-3 движение білсем ғой, біраз сындырып алсын. Біреу кетті ғой, бір патсам ба? Маған ба? Бір кішкентай бала.
Братчика onu. Қалайсың ya братчика? Амансың ба? Татыс жетісіпсің ya братчика? Не болды ya братчика, жаңа жыл жақындады ма не? Көзіңе оформление жасап кетті вообще. Не болды? Братан, не болды дегенде шығып тұр ғой мына. Қалай болды енді айтшы братчика, конкретно былай болды деп айтшы. Жолда келатам ғой. Аха. Сол иығымды соғып кетті. Аха. Сөйтіп не болды деймін ғой. Сол не болды дегенде пайда болып тұр ғой мына братан. Сол не болды деген сөзге ол ұрып жіберді ма? Иә. Енді сен сол жерде отырсаң өзің сөйлесіп тастамайсың ба енді еркек пен еркек? Братан үлкен болып тұр ғой, аты сөйлесейін ғой. Енді не ал дейсің енді? Енді кешкі 8-ге шақырып отыр братан. Ауылда братандардан ешкім жоқ. Сен келіп отырмын братан. Ма сен отырасың, сен де қызық екенсің братчикаш. Мен бұл трюк қойып кеткенім давно болды ғой. Там желание жоқ кәдімгі баруға бар ғой, ондай трюкке айналысуға ше. Братан, братан, кешкі 8-ге шақырып отыр. 8-ге? 8-ге ана айтып қойдың ғой кездесеміз деп. Осылай тыныш жүрмейсіңдер ғой сендер. Барамыз енді. Братан, сәлем деген ойсың ба? Әр нәрсеге серьезно қала керек қой, родной. Мынау сіз қолдағы мені? Родной. Мынаның өзі үш бала былай қарап отырсаң. Ұсташы ма? Мынау ма? Родной таныс қош. Қолымызда тәтті мен, серуенде түнгі алматтым мен. Сен салған әнді ұнаттым мен, сенің салған